Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Банафи пай деп аталатын өте дәмді торттың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдыменен електен өткізілген ұнымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, қолымызбен екеуін бір-біріменен араластыра бастаймыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, ұнымыз бен майымыз бір-біріменен бірігіп, ұсақ түйіршіктер пайда болғанша ғана араластырамыз. Міне бізде осындай ұн түйіршіктері пайда болды. Енді оның үстіне қантымызды салып, барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Араластырып болғаннан кейін жұмыртқамызды салып, оның үстіне қаймағымызды қосамыз. Барлығын жақсылап қасықпен араластырып біріктіреміз. Қасықпен араластырып болғаннан кейін қасығымызды түгелдей қамырдан тазалап аламыз. Кейін қолымызбен алып, барлық қамырды бір-бірімен біріктіріп, бір келкі қамыр илеуге кірісеміз. Егер сіздерде қамыр бір-бірімен бірікпей жатса, онда бір шай қасық қаймақтан қоссаңыздар болады. Қажетті ингредиенттердің мөлшерін видеоның соңында описаниядан тапсаңыздар болады. Барлығы бір-бірімен бірігіп, осындай жақсы қамыр шықты. Қамыр көріп тұрғандарыңыздай қолға жабыспайды, оңай алынады. Тортқа қажетті форманы дайындап аламыз. Менде диаметрі 24 см болатын форма. Енді осы формаға жаңағы дайындап қойған қамырымызды мұздатқышқа салмай бірден жайғастырып аламыз. Егер сіздерде басқа форма болатын болса, онда алдын ала пергамент қағазын төсеп пісірсеңіздер болады. Бұл қамыр негізінде формаға жабыспай оңай алынуы қажет, себебі ішінде құрамында майы бар. Сол себептен кез келген формадан оңай алынуы қажет. Қамырдың барлығын біркелкі етіп формаға орналастырып, шеттерін көтеріп, қамырға бортиктар орналастырып шығамыз. Қамырды қолмен емес, оқтаумен де жайсаңыздар болады. Маған қолмен жайған ыңғайлы. Міне осындай әдемі форма шықты. Қамырды алдын ала қызған пешке 160-180 градус аралығында шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Қамырдың піскенін әдеттегідей ағаш таяқшамен тексереміз. Қамырдың барлық жері бір келкі болып пісіп шықты. Енді оны формадан босатып, сеткада суытатын боламыз. Қамырымыз бізде толықтай сууы қажет. Қамыр шын мәнісінде өте жұмсақ болып шықты. Қолдарыңызбен басып көрсеңіздер, қамырларыңыз жұмсақ екенін байқауға болады. Қамыр суығанша тортымызға крем дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге салқындатылған, майлылығы 33%-дан кем болмайтын кілегей қажет. Қажетті мөлшердегі кілегейді алып, миксердің жай жылдамдығында қойып, кейін жылдамдығын 1 минут сайын көбейте отыра барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде осындай кілегейіміз формасын жақсы ұстап, жан-жаққа төгілмей ақпайтындай болуы қажет. Дайын болған кремді осындай кондитерлік қапшық пен насатканы пайдалана отыра тортымызға салатын боламыз. Насатканы алып, кондитерлік қапшықтың ішіне саламыз, қайшымен қиып, орналастырып, жақсылап бекітіп аламыз. Кейін осы қапшықты алып, банкыға салып, ішін қолымызбен қуыстап аламыз. Кремді салып жатқан кезде қолдарыңызға жағылмай, бір келкі етіп, кремдарыңыз бірден кондитерлік қапшыққа орналасатын болады. Кондитерлік қапшықты толтырып алғаннан кейін, оның бетін жақсылап жауып, қолымыздың көмегімен ішіндегі крем сыртқа шығып кетпейтіндей етіп орналастырып аламыз. Қалып қалған ауасын ақырындап басып шығарып қоямыз. Крем бізде дайын. Дайын болған кремді сыртқа алып қоямыз. Енді суыған қамырды арнайы ыдысымызға салып орналастырып аламыз. Оның үстіне варенканы саламыз. Варенка бізде өте сапалы, жақсы болуы қажет, формасын жақсы ұстайтындай болуы керек. Енді осы варенканы қасықтың көмегімен қамырымыздың бетіне толықтай бір келкі етіп орналастырып жағып қоямыз.
Бұл бізде тортымыздың салмасының бірінші қабаты, енді екінші қабатын орналастырамыз. Ол үшін бізге банан қажет болады. Бананды алдын ала осындай дөңгелекше етіп, кесіп, турап аламыз. Барлығын жақсылап, бір келкі қылдырып, қамырдың бетіне толықтай орналастырамыз. Міне бізде осындай әдемі бір келкі орта пайда болды. Енді осы банандарымыздың үстін тағы да бір қабат етіп 2-3 қасық варенкамызды салып, бетін толықтай қасықтың көмегімен жағып, жауып қоямыз. Варенканы жағып жатқан кезде банандарыңыз орындарынан қозғалып кетіп жатқан болса, ол ештеңке етпейді. Бәрібірде барлық сгущенканы бір келкі етіп жағуды жалғастыра береміз. Банандарымызды орналастырып, оның үстін варенкамен жағып болдық. Бізде осындай әдемі салма пайда болды. Бұл торттың салмасы бананнан жасалады. Енді осы салмасының барлығын жаңағы дайындап алған кремменен әсемдеп, безендіріп, соңғы қабатын орналастырып шығамыз. Бұл торттың дәмі де, түрі де өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Егер сіздер бұл торттың дәмін әлі көрмеген болсаңыздар, жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Торт тіпті бананды жақсы көрмейтін адамдардың өзіне ғашық қылдырып, кейін осы тортты сүйіп жейтін адамдардың қатарына кіреді. Дәмі өте дәмді, бірінші жасағаннан кез келген адамның қолынан келетін, өте оңай жасалатын, құрамының барлығы қолжетімді, кез келген дүкеннен алып, отбасыларыңызды, қонақтарыңызды қуантуға арналған таптырмас шешім. Өте тез дайындалатын торттардың бірі. Кез келген уақытты дайындап, тәтті тортпенен шай ішуге өте таптырмас шешім. Өздеріңізді әрі қонақтарыңызды ерекше тортпенен таңғалдырғыларыңыз келсе, міндетті түрде осы тортты дайындап көріңіздер. Өте тез жасалып, нәтижесінде барлық адамдарды қуантатын торттардың бірі. Бұл тортты кез келген затпен әсемдесеңіздер болады. Мен бұл жерде шоколадты үккіштен өткізіп, бетін әсемдедім. Өздеріңіз қалаған затпенен әсемдеп, шоколадты ерітіп құйсаңыздар да, болмаса конфеттиларды сеуіп қойсаңыздар да болады. Одан торттың ешқандай да дәмі өзгермейді, сәйкесінше одан да дәмі өте дәмді болып, керемет болып шығады. Енді тортты кесіп көрейік. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамыры өте жұмсақ, оңай кесіліп жатыр. Кремдерінің барлығы ақпайды, өзінің формасын жақсы ұстап тұр. Варенкада, бананда, оның үстіне жағылған кремде барлығы да сол торттың бетінде қалып, өте ерекше болып тұр. Ортасының барлығы толықтай піскен, өте дәмді, иісі деген керемет. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.